Қалай Наманжан екеуміз енді жылда кездесіп жүрсек дағы, бірақ екеумізбен дос болғанымызға, бала кезден араласқанымызға енді өзі шын айту керек, өзі жарты ғасырға тақап қалды. Қанша дегенмен екеуміз де кәртейіп бара жатырмыз. Енді екеуміз бірге остық, үйіміздің арамызда үй болмады. Біде қайнастық, бірге оқыдық, балыққа да бірге балдық, отынға да бірге балдық. Кейде ауылға қарай келгенде асыққанда менен өздеріңді бала кездегі достары жағдады екенсің. Әрине ол дос жоқ деген сөз емес. Қазір Алматыда болсын, Қазақстанның қай түкпірінде болсын, шетелде де достар табасың. Бірақ соның ішінде ең қымбаты бала кезден бірге ойнап, бірге өскен бала дос адамға ыстық көрінеді. Кейде сол ауылға асқан кезде өздерін сағынып асқанып шын айту керек. Ал ол сағыныш сендерде қанша бар мен білмеймін енді. Ол сағыныш бізде де аз емес. 40-тан 40-асынан ассақ та біз әлі бала кездегіні еске түсірген кезде кейде алыста жүрген сен ойлаймыз, кейде жақын мына жерде ауылда жүрген жігіттерімізді ойлаймыз, сендердің аманшылықтарыңды ойлаймыз, ел жұрт аман болсын дейміз. Міне. Ал енді оның бәрі дұрыс қой Аманжан, сенің шағын сағынышқа күмәнім жоқ енді. Бірақ кейде мынандай бір жағдай болады. Мынау қазір Құдайға шүкір, сөздің салты бойынша айтсақ шүкіршілік, елдің де жердің де әйтеуір жағдайы жақсарып келе жатыр. Бірақ осы елдің жердің жағдайы жақсарған сайын, материалдық жағынан олар кішкене іштенген сайын байған сайын, олардың жан дүниесінің рухани байлығы таяздап бара жатқан жоқ па? Кейде мен шынымды айтайын, кейде мен осы ауылға келген кезде сол бірге өскен, біте қайнасқан жігіттердің кейбіреу сәлемге жарымайды. Ол дұрыс. Ол сендердің өзің оқытып отырған оқушыларыңнан бастап, тіпті өзіміз өңірес бірге өскен азаматтардың өзі бір жатқан кезде біреуге ассалаумағалейкум аман-есен ат көрген. Ол қазақтың сөзі бір емес пе? Алыстан жолаушы келсе, 60-тағы адам 6 жасар бала келіп сәлем береді деп. Сондықтан жәнің кейде көзі бақырайып өтіп кеткен кезде таң қаласың, бұларға не көрді деп. Міне осы бір қатыгездік, адам бойындағы, адам жанында қатыгезденіп бара жатқан жоқ па? Осы қалай енді ауылдас менен гөрі сен көп боласың ғой. Қазақ айтады ғой, бір биеден ала да туады, құла да туады деп. Адам баласы болғаннан кейін, жер басып, топырақ басып жүргеннен кейін ондай адамдар көп кездеседі ғой. Алда болған нәрсені ұмытып, арттағы көңіл аудармайтындар бар. Көз алдын ғана ойлайтындар бар. Тіршілік қамымен кететіндер бар. Міне осындай адамдардан осындай әрекеттер шығуы мүмкін.